көбісі ұмытып қалған жаттығу. Бірақ жаттығу деп те айтуға болмайды оны. Негізі ол анандай корточки дейміз ғой, жерге отыру. Оның екі түрі бар. Европейский дейді. Европейский деген мінекей былай отырған кезде көрдіңіздер ма? Осылай отырған кезде европейский дейді. Мынау салмақ тізеге бәріне түседі, баланста отырасыз. Ол дұрыс емес. Негізі мынау көріп жатқан шығарсыздар, Жапонияда метро күтіп тұрғанда тағы да көп ұзақ бірдемені күтіп қалған кезде сіздер былай отырғандарыңыз дұрыс. Мінекей пайдасы міне мынада, өкше жерге тиіп тұрған кезде міне осылай. Сол кезде мынау белі омыртқаңыз бәрі босайды. Сенбесеңіздер көріңізші, сосын пікір қалдырыңыздар. Жай отырмай тіркеліп отырыңыздар парақшаға løпілдеріңізді басып. Мінекей осылай отырған кезде мынау геморройдың алдын алатын отырыс, іштеріңіз қатқан кезде запор дейді ғой, соның бәрін алдын алатын осындай нәрсе. Көбісі осыны ұмытып қалған. Сол үшін міне осылай отырсаңыздар, өте керемет нәрсе. Көріңізші осылай отырып. Мынау европейский, бұл дұрыс емес. Мынау азиатский дейді отыру. Мінекей осындай керемет жаттығулар ғана емес, пайдалы кеңестерді түсіріп тұрам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.